Бір кездері біреудің сөзі жаныңа қатты батқан кез болды ма? Досың ренжітетін сөз айтып кетті. Бастығың ашуын сенен алды. Біреу хабарыңа жауап бермей қойып, бүкіл күніңнің көңіл күйі бұзылды. Бірақ бір қарапайым шындық бар, егер өзің рұқсат бермесең, ешкім сені ашуландыра алмайды. Бір кезде айналасындағы барлық нәрсеге ашуланатын бір адам өмір сүріпті. Алайда бір кездесу оның өмірін түбегейлі өзгертті, мүмкін сенікін де өзгертер. Таудың етегіндегі тыныш ауылда Ринат деген адам өмір сүрді. Ауылдың бәрі оны ашушаң мінезімен танитын. Әйелі тамаққа тұз салуды ұмытып кетсе, айқайлайтын. Сиыр егістігіне кіріп кетсе, бүкіл ауыл еститіндей болып ашуланатын. Тіпті балалардың күлкісі де оның жүйкесіне тиетін. Ол үнемі кінә менде емес, әлемде деп ойлайтын. Әйелі Амина оны сабырға шақырып көретін. Ринат, неге осындай ұсақ нәрселерге бола өзіңді жоғалтасың? Адамдар өзін дұрыс ұстауы керек. Егер мені сыйламаса, мен қалай тыныш қаламын? Деп күңкілдейтін ол. Ринат өзінің жан тыныштығын өзгелердің қолына беріп қойғанын тіпті байқамайтын. Бір күні ауылға Мәди деген монах келді. Таң алдындағы тыныштықтай сабырлы еді. Ол құдық жанындағы банян ағашының түбінде үнсіз отыратын. Ауыл адамдары. Ол аз сөйлейді, бірақ әр сөзі жүрекке жетеді дейтін. Амина күйеуіне: Ринат, соған барып көрші. Мүмкін көмегі тиер, деді. Ринат күліп жіберді. Ол маған не үйретеді? Күнде ақмақ адамдармен бетпе-бет келмейді ғой. Бірақ тағдыр оны бәрібір сол монаққа алып келді. Келесі күні көрші баласы байқамай Ринаттың құралын сындырып алды. Ринат ашуға булығып, соншалық айқайлады, құстар үркіп ұшып кетті. Бала жылап қашып кетті. Кешке ашуы басылғанда Ринаттың ішінде бос қуыс қалғандай болды. Неге әр ашудан кейін өзімді бұрынғыдан да жаман сезінемін? Деп ойлады ол. Түні бойы ұйықтай алмай таң ата Мәдиге барды. Мәди оны тыныш тыңдап алып сұрады. Ашуланғанда бұл күй қанша уақытқа созылады? Кейде 1 сағат, кейде күні бойы. Ал басылған соң не сезінесің? Шаршау. Бос қуыс, ұят. Мәди басын изеді. Ашудың оты ең алдымен оны көтеріп жүрген адамды өртейді. Ол су толы тостағанды алып көрсетті. Су тыныш болса, сен оның бетінен өз бейнеңді анық көресің. Ал шайқасаң, бәрі лайланады. Сенің санаңда дәл солай. Ринат сұрады. Сонда біреу қорласа, үндемей жүре беруің керек пе? Жоқ, тек реакция жасауды емес, жауап беруді үйрен. Саған біреу лас нәрсе лақтырса, оны ұстап алуға да болады, жай ғана шетке шығуға да болады. Келесі күні Мәди 1 қазан су мен 1 уыс құм әкелуді өтінді. Ринат суды қайнатты. Қазір оған қолыңды тигізе аласың ба? Жоқ, тым ыстық. Міне, ашу деген осы. Эмоция қайнап тұрғанда ештеңеге дұрыс жанаса алмайсың. Мәди суға құм тастады. Су лайланды. Бірақ біраз уақыттан кейін құм түбіне шөгіп, су қайтадан мөлдір болды. Адам реакция жасауды тоқтатқанда сана да осылай тынышталады. Сонда ғана шындықты анық көре бастайсың, деді Мәди. Ринат өзгеруге тырысты. Бір нәрсе ашуландырса, терең дем алып іштей. Ластықты ұстама, шетке шық деп қайталайтын. Бір күні базарда сатушы оны алдамақ болды. Қаны қызып кетті. Бұрынғы Ринат баяғыда айқай шығарар еді. Бірақ ол сабырмен: мен адал адамнан сатып аламын, деді де кетіп қалды. Сол күні алғаш рет ол ұрыспады. Және алғаш рет жан дүниесінде шынайы тыныштық сезінді. Бірақ өмір әрқашан сынайды. Ауылдың жігіттері оны келемеждей бастады. Қараңдаршы, баяғы ашушаң Ринат періштеге айналыпты. Ринат жұдырығын түйіп, ашудың көтерілгенін сезді. Бірақ Мәдидің сөзін есіне алды. Реакция жасаған сайын сен билікті өзгеге бересің. Сосын ол жай ғана жымиып: иә, бұрын ашушаң едім. Қазір жақсырақ болуды үйреніп жүрмін, деді. Жігіттер таңырқап: сені қорлағанда қалай шыдайсың? Деп сұрады. Ринат жауап берді: егер біреу саған ұсынса, оны ішуге міндетті емессің. Уақыт өте келе Амина күйеуінің қатты өзгергенін байқады. Ол балаларға айқайламайтын болды. Ұсақ түйекке бола ашуланбайтын болды. Жұмсақ,
сабырлы адамға айналды. Бір күні Ринат тағы да Мәдиге келіп: "Мен түсіндім. Мені ашуландырған адамдар емес екен. Барлығын ушықтырған өз ойым екен. Енді мен ауырсынуды емес, тыныштықты таңдаймын" деді. Мәди күлімсіреп: "Өмір сені әлі талай сынайды. Бірақ әр жолы сабыр сақтай алсаң, сен бұрынғыдан да мықты боласың. Дауыл сенің қашпайтыныңды көрсе, өзі де басылады." Уақыт өте Ринат ауылдағы ең сабырлы адамға айналды. Адамдар одан кеңес сұрап келетін болды. Ол оларға үнемі: "Тыныштық сыртта емес, адамның ішінде" дейтін. Бір күні бір бала сұрады: "Ринат аға, адамдар сізді әлі де ашуландыра ма?" Ринат жымиып жауап берді: "Кейде тырысады. Бірақ сен реакция бермесең, олардың күші жоғалады. Сен желді тоқтата алмайсың, бірақ желкенді басқаруды үйрене аласың. Біз бөтен сөздерді де, өмірдегі қиындықтарды да тоқтата алмаймыз. Бірақ олардың бізге қалай әсер ететінін таңдай аламыз. Әр реакция таңдау. Әр сабырлы сәт күш. Өзін басқара алған адам өз өмірінде басқара алады. Сондықтан біреу сенің ішкі тыныштығыңды тартып алмақ болса, жай ғана жымиып: "Мен бұл ластықты қабылдамаймын" де.